2-де 7-нің бірінші есебін көрсетейік. Ертең бұл есепті мен сіздерге үйге бердім. Біріншісін көрсетейін, екіншісін ертең сабақта жалғастырамыз. Y минус x квадрат тең 1, y қосу x тең p. Мына есептің берілгені балалар. Мен жүйеден бірінші жағдайда y-ті тауып алдым. X-ті тауып алып та шығаруға болады. Мен қазір y-ті тауып алып шығарайын, ертең x-ті тауып алып шығарып көреміз. X-ті тауып алып шығарғаны y-ті тауып алып шығарғанға қарағанда күрделілеу. Ал енді кеттік, y-ті табатын болсақ, бізде x квадрат мына жақта минус теңдіктің сол жағынан оң жағына x квадрат плюс x квадрат болып өтеді. Бірдің өзі оң, бір болады. X квадрат қосу 1. Енді мұнда y тең, y-ті табатын болсам, p-дан x тап тастайын балалар. Болды. Мұндағы y-тің орнына p минус x-ті қоямыз. p минус x тең x квадрат плюс 1. Сонда x квадрат, бұна x минус x қосу x болып келді. Теңдіктің сол жағынан оң жағына қарама қарсы таңбамен шықты. X квадрат қосу x, p оң сан ет теріс сан болып шықты. Бірдің өзі қалды теңдіктің. Екінші жағында тең 0 дейміз. Жерде 0 болып кетті ғой. Енді бұл бізге квадрат теңдеуге келді. А-ның орнында 1 тұр, В-ның орнында 1 тұр, С-ның орнында минус П плюс 1 тұр. Мынасы бізде бос мүше. 1-дің квадраты минус 4 көбейту, минус П плюс 1 тең 0 деп алдым. 4 А-сы ғой балалар. 4 А-сы бұл. 4 А, С-ның орнында мына тұр деп алдым. 1-дің квадраты 1, қосу минус 4-ті минус П-ға көбейттім, плюс 4 болды. Минус 4-ті 1-ге көбейттім, минус 4-ті плюс 1-ге көбейттім. Жақшаны ашқанға зе қарама қарсы таңбамен ауысады. Сонда минус 4 болды. Минус 4-ті 1-ге көбейткенде тең 4П. 1-ден минус 4 алсақ, минус 3 қалады. Дискриминант 4 минус 3 қой. Енді квадрат теңдеуден құтылу үшін теңдіктің екі жағы квадраттан құтылу үшін теңдіктің екі жағын квадраттар берді. Сонда 4П минус 3 болды. Бізде не үшін 0-ден үлкен деп алдық? Өйткені дискриминант 8-ші сыныпта өткенде дискриминант 0-ден үлкен болғанда 2 шешімі болады, 0-ге тең болғанда 1 шешімі болады, 0-ден кіші болғанда шешімі болмайды деп өткен едіге. Ал есептің бірінші жағдайда, есептің бірінші А жағдайында 2 шешімі болатындай деп тұр. Олай болса, біз 0-ден үлкен деп аламыз. Сонда П 3-тен 4-тен үлкен болған жағдайда 2 шешімі болады екен. Осылай. Екінші есепті ертең жалғастырамыз. Сабақта жалғастырамыз.